Қайырлы күн баршаңызға. Міне осындай өте дәмді болып шығатын творожный печенье дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ол үшін 2 жұмыртқамызды алып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң 1 кесе қантымыз салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді оған бөлме температурасындағы сары майымыз саламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Массамыз 1 келкі болу үшін миксерді де пайдалансаңыз болады. Енді оған творогымыз салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып, миксерлеп шығамыз. Енді ұнымызды еліктен өткізіп аламыз. Соған 3 қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оны массамызға салып, 3 бөліп араластыратын боламыз. Біріншісінде күрекшенің көмегімен араластырамыз, одан соң қолмен араластырсаңыз болады. Қыздар, менің видеомды көріп жатсаңыздар, менің видеома лайк басып, комментарий жазып, және де тіркелуді ұмытпаймыз. Міне осындай масса дайын болды. Мен оны 4 бөлікке бөліп алдым. Енді осыларды бір-бірден жаятын боламыз. Массамыз кішкене жабысқақтау болады. Оған ұн себу арқылы нанды жайсаңыз болады. Енді осындай форма ретінде мен осындай қақпақты алдым. Сіздерде енді осындай ұқсас форма болса, арнайы форма болса да тіптен жақсы болады. Енді осылай қылып үшеуін беттестіріп, гүл сияқты қылып форма шығаратын боламыз. Міне менде осындай форма шықты. Енді бұл форма негізі көтерілген кезде кішкене формасын менікі жоғалтып алды. Бірақ дәмі оған қарамастан өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін көрсеңіздер, үлкен рахмет. Және де осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Ас болсын.